ертеде кең даланың ортасында орналасқан шағын ауылда ержан деген жігіт өмір сүріпті. Ол батыл, еңбекқор болғанымен кейде үлкендердің сөзін елемей түн ішінде жалғыз жүретін әдеті бар екен. Ауыл қариялары: «Балам, күн батқаннан кейін ескі қорым-шаққа жолама, ол жақта түрлі тылсым күштер жүреді» дейді, деп ескертіп отырады екен. Бірақ ержан олардың сөзіне онша мән бермепті. Бір күздің қараңғы кешінде ержан көрші ауылдан қайтып келе жатып, жолды қысқартамын деп ескі қорымның жанынан өтпек болады. Аспанды бұлт торлап ай сәулесі де көрінбейді. Жел гуілдеп айнала тым-тырыс болыпты. Кенет алыстан жылт-жылт еткен жарықтар көреді. Алғашында оны ауылдың шамдары шығар деп ойлаған, бірақ жарықтар бірде жақындап, бірде алыстап түсініксіз қозғалады. «Мынау не болды екен?» деп ержан таң қалды. Ол жарықтардың соңынан еріп кетеді. Бір кезде жарықтар көбейіп, айналасы аппақ тұманға толады. Ержан қай бағыттан келгенін де ұмытып қалады. Қанша жүргенін өзі де білмейді. Аяғы талып шаршап қалған кезде алдынан бұрын-соңды көрмеген үлкен қақпа пайда болады. Қақпаның ар жағында ерекше мекен тұрғандай көрінеді. Ағаштары биік, жапырақтары күмістей жарқырайды, айнала тып-тыныш. Сол кезде құлағына белгісіз дауыстар естіледі. «Келдің бе? Көптен күттік». Дауыстар анық шыққанымен ешкім көрінбейді. Ержан қорқа бастайды, бірақ аяғы өздігінен алға тарта береді. Ол бір төбенің басына шыққанда алыстан өз ауылын көргендей болады. Алайда ауыл тым кішкентай болып көрінеді. Осы сәтте атасының сөзі есіне түседі. «Қандай жағдай болса да қорыққанда жаратқанды есіңе алып дұға жаса». Ержан іштей дұға оқиды. Сол мезетте айналаны қалың жел шарпып өтеді. Әлгі жарықтар бірден бытырап кетеді. Тұман қоюланып, көз алдындағы көріністер жоғала бастайды. Ол есінен танып құлады. Таңертең ауыл адамдары ержанды ауылдан бірнеше шақырым жердегі жота басынан тауып алады. «Кеше кештен бері қайда жүрсің?» деп сұрайды олар. Ержан таңырқап: «Мен 1-2 сағаттай ғана жүрген сияқтымын» дейді. Бірақ ауыл адамдары оның 1 тәулік бойы жоғалып кеткенін айтады. Ержан басынан өткен оқиғаны түгел баяндап береді. Қариялар үнсіз тыңдап отырып, кейбір құбылыстың сырын адам толық түсіне бермейді, бірақ түнде жалғыз жүрудің қауіпті екенін ұмытпа дейді. Содан кейін ержан бұрынғыдай бейқам болмайды. Түнде жалғыз шықпайтын болыпты, ал ауыл адамдары оның оқиғасын ұзақ жылдар бойы айтып жүрген екен. Кейбіреулерінің оны жындардың ертіп кеткені десе, енді біреулері адасып түс пен өңнің арасында жүрген шығар дейді. Ал шын мәнінде не болғанын ешкім нақты білмейді. Содан бері ауылда арасында тылсым дүниенің сыры көп, бірақ сақтық әрқашан керек деген сөз қалған екен.